Акушерский писариға отзыв. Алдымен каналыма тіркеліп, қолдау білдірсеңіз қуанышты болар едім. Сіздерге алдымен ескертіп өткім келеді. Мен ешқандай да дәрігер емеспін, гинеколог емеспін. Мен тек қана осы акушерский писариді қолданған клиент ретінде өзімнің отзывыммен бөліскім келді. Яғни акушерский писари салмастан бұрын және салғаннан кейін менде қандай сезім болды, қандай да бір ауырсыну немесе жайсыздық, қиындықтар болды ма, сол туралы айтатын боламын. Негізінде акушерский писари, егер сіздің шейкаңыз қысқа болса, балаңыз түсік болмау үшін және ерте босанып қалмау үшін шейканы мықтап ұстап тұратын тірек қызметін атқарады екен. Енді сіздерге маған қалай писари салғаны туралы айтып өтейін. Алдымен дәрігерлер өзеға түсіріп, шейкамның өте қысқа әрі әлсіз екенін анықтады. Ресейден акушерский писари доктора Арабина дегенге заказ беруім керектігін айтты. Осы кезде дәрігер сіздің жүктілігіңіздің аптасына қарай шейкаңызға қоятын писаридің өлшемін айтып жазып береді. Сайтқа заказ берген кезде міндетті түрде сол өлшемді жазуыңыз қажет. Мысалы, менде 17-ші апталығымда шейкамның ұзындығы небәрі 16 мм болды. Ал негізгі норма бойынша 16-20 апта аралығында 40 мм-ден кем болмауы қажет екен. Бұны естіп алып, қатты мазасызданып, үлкен қорқынышпен жүрдім. Онымен қоймай, тапсырыс берген писариім маған 2,5 аптада әрең келді. Негізгі жеткізілу 7 күн ішінде болу керек болатын. Осы тұста қыздар, сабырларыңыз сыналады. Сондықтан барынша өздеріңіз ұстауға тырысыңыздар және отбасыларыңыздан қолдау мен күтім қажет. Осы аралықта мен де ешқандай қозғалмай үйде постель режимде жаттым. Ресейдегі сайтқа жазып, оны тасымалдайтын логистикалық компанияға жазып жүріп, зорға тапсырысымды алдым. Жалпы писаридің бағасы 34 мың теңге екен, ал логистикалық компанияның жеткізу ақысы 2 мың, 3 мың ары қарай кете береді. Енді ең маңыздысына тоқталып өтейін. Ол барлығымызды қобалжытатын нәрсе, писариді салған кезде ауыра ма, әлде ауырмай ма? Писари салу жалпы әркімге әртүрлі әсер етеді екен. Мысалы, менің жағдайымда ол қатты ауырды. Өйткені мен өзімді бос ұстай алмадым, қорықтым, қатты тырыстым. Сол себептен де бәлкім қатты ауырған болар. Ал салып болғаннан кейін ешқандай ауырсыну сезбейсіздер. Тек 1-2 күн жайсыздықтар, қолайсыздықтар тудыруы мүмкін, алайда ешқандай ауру сезімі болмайды. Ал писаримен жүрген кезде өте көп мөлшерде выделение келуі мүмкін. Ол қалыпты жағдай деп айтты дәрігер. Әрине, енді түсіне қарай, тіпті мөлшеріне қарай, иісіне қарай, оны кез келген жағдайда өзіңіздің гинекологыңызбен ақылдасып отырыңыз. Еш нәрсені жасырмай айтып отырғаныңыз жөн. Енді писариді алатын уақытты да өзіңіздің гинекологыңыз шешеді. Баланың толық дамып жетілгеніне көз жеткеннен кейін 37-38 апталарынан кейін алады екен. Біз қазір 27-ші аптадан астық. Енді келесі видеода сіздерге писари алғаннан кейінгі сезім және писари алғаннан кейін қай аптамда босандым, сол туралы видео түсіремін. Сондықтан писари салдыру керек десе, мен сияқты қатты қобалжып, стресске түспеңіздер. Ең бірінші Аллаға тәуекел етіңіз және гинекологыңызға сеніңіз. Бұйырса, барлығы жақсы болады. Барлықтарыңыз аман есен, қол аяқтарыңызды бауырларыңызға алыңыздар. Видео пайдалы болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ал егер писари туралы ойыңызды бөліскіңіз келсе, комментарий бөліміне міндетті түрде пікір қалдырыңыз.